Мұнайлыда мектеп мұғалімі анимациялық мультфильмдер жасайды. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі әуесқой бейне түсірілім жасаудан басталған қызығушылығын дамытып, бүгінде мектептің жас дарынды оқушыларын осы салаға машықтандырып жүр. Оның ең алғаш жасаған анимациясы ата-аналар мен мектеп оқушыларына арналған нұсқаулық. Көп ақпаратты қабылдау үшін анимация тәсілін тиімді санаған мұғалім бұл идеяны ата-аналарда жақсы қабылдағанын айтады. Бір қонақ келеді деп айтылған, иә? Ол қонақ келді, міне екінші сахнада, үшінші сахнада қонақпен әңгіме басталады. Айгерім Муфтулаева Маңғыстау елді мекеніндегі Шоғы Мұңалұлы атындағы номері 5-ші жалпы білім беретін орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Оның анимациялық мультфильм жасауға деген қызығушылығы мұғалім болған алғашқы күндерінен ақ басталған. Алғашында ол балалардың пәнге деген қызығушылығын арттыру мақсатында анимация арқылы интеграция жасаудың әдістерін қарастырған. Соны дамыта келе ертегілерді мультфильмге айналдыруды қолға алған. Бүгінде Айгерім Мәшһүр Жүсіп шығармаларының анимациялық версиясын шығаруды қолға алып, бірнеше бөлімдерін жасап та қойған. Бастамам оң нәтижесін берсе, бұл жобаларымды кең көлемде дамыту ойымда бар, дейді жас аниматор. Бұл идея негізі осы мектепке келген жылдарынан басталды. Бұл идеяны, бұл жобаны маған тастаған оқушыларым болды. Ғылыми жобаға дайындық барысында маған ұсыныс тастады, неге біз мультфильм шығарып көрмейміз осы ертегілеріміз бойынша деп. Содан іздендім, зерттедім. Бұл менің үйренген анимациялық бағдарламаларым әлі Қазақстанға келе қойған жоқ. Барлығы әлемдік бағдарламалар. Сол әлемдік бағдарламалардың тарифін сатып алып, оны әрі қарай зерттеп, өңдеп, бір әдемі дүние жасауға болатынын түсіндім. Айгерімнің ең алғаш ата-аналар мен оқушыларға жасаған анимациялық нұсқаулығы мектеп басшылығының да көңілінен шығып, қолдау тапқан. Мектеп әкімшілігі осы саланы дамыту мақсатында мектептегі қызығушылығы бар балаларды үйрету үшін арнайы үйірме ашып берген. Үйірмеде тек мектеп оқушылары ғана емес, мұғалімдер де өз біліктіліктерін арттырып, заман талабына сай бағдарламалармен жұмыс жасауды үйреніп жатыр. Телефонға тәуелділіктен арылту мақсатында алғаш Айгерім